Әл-Бақара сүресі 102-107 аяттар. Сүлейменнің патшалығы кезінде оны сиқыршы деп өтірік қауесеттер таратқан. Шайтандардың айтқанына пенделер еріп кетті. Алайда Сүлеймен кәпір емес. Қайта адамдарға сиқырлықты үйреткен шайтандар кәпір болатын. Олар Бабылдағы екі періште Харут пен Марутқа түскен дуалар мен сиқырды да адамдарға үйретті. Ал Харут пен Марут адамдарға: кісі дуалауды үйретпес бұрын, біз сендерге сынақпыз, абай болыңдар, кәпір болудан сақ болыңдар деп ескертетін. Сөйтіп, адамдар олардан ерлі-зайыптыларды қалай ажырастыру керек екен үйреніп алды. Алайда Алланың бұйрығы болмаса, олар да ешкімге зиян жасай алмас еді. Өздеріне келетін зияннан басқа еш пайдасы жоқ амалдарды үйренеді. Сол қасиетті Тәуратқа тоқтамай, сиқырлықты сатып алған олар ақыретте өздеріне ешқандай несібе жоқ екенін де білетін. Түкке тұрмайтын болмашы нәрсеге жандарын жалдап алғанын білсе ғой олар. Егер де олар біле білсе, Құдайдан қорқып иманға келгеннің сауабы Алла тарапынан өздеріне үлкен сый-сияпат болар еді. Уа иман келтіргендер, рағина деп бізге қарап үйрен, бізді бақыла, бізді сақта деген мағынада сөз сөйлемеңдер. Оның орнына унзурна, бізге де көңіл бөлші деп айтыңдар. Осы талапты орындаңдар, кәпірлерді ауыр азап күтіп тұр. Кітап иелерінің ішіндегі кәпірлері және көп құдайшылдар Раббыларыңнан сендерге жеткен жақсылықтарға қуана қоймайды. Мейірімін төгіп жарылқау үшін Алла өзі қалаған пендесін таңдайды. Алла ұлы жарылқаушы. Егерде біз әлдебір аят үкімінің күшін жояр болсақ, сөйтіп оны жүрегіңнен өшіріп, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ұмыттырар болсақ, міндетті түрде одан да жақсы немесе соған ұқсас жаңасын келтіреміз. Барлық болмыс атаулыға Алланың құдіретінің жететінін білмеуші ме ең? Ғарыштар мен жер Алланың игілігінде екенін сен білмейсің бе? Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, және де ұлы Алладан өзге сенің жарылқаушың да жәрдемшің де жоқ қой.